санасыз көрулеріне рұқсат. Себебі эфирде балағай, кеш жарық. Ендеше не тұрыс? Бірге қарсы алайық. Студиямыздың қонағы Crazy Ayoka! Қош келдің, қалың қалай, студиямызға қалай жеттің? Бәрі жақсы, көңіл күйімде керемет болып тұр. Сендердің қалдарың қалай? Бізде бәрі жақсы. Түсірілімдерге жиі барасың ба? Я, жиі барамын, енді шақырған түсірілімдерге баруға тырысамын ғой. 3 жасынан бастап Instagram парақшасын жүргізеді екенсің. Соған қарағанда балалар арасында телефоныңды тиімді ұстаған өзің сияқтысың. Я, 3 жасымда менің анашым менің ұрысқан бір видеомды салды. Содан кейін маған көп оқырман жазыла бастады. Содан кейін анашым екеуміздің видео түсіруге қызығушылығымыз ашылып, видео түсіріп бастадық. Керемет. Бейне баянға да, киноға да түскен белгілі. Қайсысы саған көбірек ұнайды? Маған көбірек кино ұнайды, себебі киноға түскенде одан да көп күн түсеміз, ал бейне баянда тек бір-ақ күн түсіреміз. Және кинода көбірек шытырман оқиғалар болады. Сол үшін маған көбірек кино ұнайды. Отбасы мүшелер әлеуметтік желіге видеоға түсіруге қалай көндіресің? Олар қарсы болмай ма? Жоқ, қарсы болмайды, себебі олар керісінше менің танымал болғанды қалайды, сондықтан келісе береді. Эфирде Ayoka бағдарламасы туралы айтып жіберші. Ол эфирде Ayoka сериалында 2 маусым болды. Және сол 2 маусымды түсіргенде біз шытырман оқиғаларға толы болдық. Сен трендтегі билерді билеп, желіге жүктейсің. Қане бүгін біз сенімен бірге билейікші, бізге үлгі көрсетсең қарсы емессің ба? Жоқ, әрине. 1, 2, 3, кеттік! Рахмет, Ayoka, сен арқаңда тренд билеп қалдық. Оқасы. Қазір бізде сұрақ-жауап айтады. Ayoka, сенің ең сүйікті хоббиің қандай? Менің сүйікті хоббиім ол билеу және ағылшын тілін үйрену. Ayoka, сен бос уақытында не істейсің? Мен бос уақытында билеймін, сабақтарды оқимын және бөпеммен ойнаймын. Ayoka, сен ең алғашқы көп қаралым жинаған видеоң бар. Қанекей, соны көрейікші? Жаным менің бұтаққан осыны құдай қалай берген, осы мамыз қалай туған? Ой, жаным. Бір иісі тақ қамыр сияқты, жаным. Дәл қазір осылай біздің көрермендерді еркелете аласың ба? Әрине, өз жандарым менің бұтақандарым осыларды қалай құдай бере саған, тәтті көздері қамыр сияқты. Сендерді де еркелете салайын ба? Менің бұтақандарым, жандарым сындар ғой. Рахмет, бізді өте күшті еркелетіп жібердің. Әрі қарай шоуымызды жалғастырайық. Қазір біз Ayoka'ға және Асылзатқа танымдық сұрақтар қоямыз. Қаншалықты дұрыс жауап беретіндерін бірге білейік. Біздің бірінші сұрағымыз: ғарыш орталығы Қазақстанның қай қаласында орналасқан? Байқоңыр. Я, бұл дұрыс жауап. Мақалды жалғастыр. Еңбектің нәні тәтті? Жалқаудың жаны тәтті. Музыка теориясына неше нота бар? 7. Я, бұл дұрыс жауап. Қорқыт ата қолданған музыкалық аспап қалай аталады? Қобыз. Енді соңғы сұрағымызға көшейік. Көліктер мультфильмдегі басты кейіпкерді ата? Лизагай Маккуин. Я, бұл дұрыс жауап. Ал менің кезегім.
Apple компаниясы нышаны болып қандай жеміс бейнеленген? Алма. Дұрыс жауап. Келесі сұрақ. Қазақ әліппесінде неше әріп бар? 42. 24. Дұрыс емес, Айока, сенікі дұрыс. Ертегі желісі бойынша мақтағыз жерде не тауып алады? Мейіз. Дұрыс. Түйе малының төлі қалай аталады? Құлын. Бота. Бота, дұрыс. Жер шарындағы ең биік шың қалай аталады? Бурдж-Халифа. Дұрыс емес. Эйфелевая башня. Дұрыс емес, Эверест. Судың химиялық құрамын ата. Біз өтпедік қой химияны. H2O. Дұрыс. Ойжынбақ мультфильмдегі көк түсте қандай сезім көрсетілген? Мұң. Дұрыс. Шапақтарыңыз. Аян, әлеуметтік желідегі трендерді қалдырмайтынды айттық. Біздің қорымызда тағы бір ойын бар. Қазір ойнап көрейік. Ойын, мен көрсетеміз, сен дыбыстайсың деп аталады. Үшеумізге де мүмкіндік келеді. Ал кеттік. Айока, сен көрсетесің, Арман сен дыбыстайсың. Жарайды, кеттік. Түсіндің ба? Кеттік. 1, 2, 3. Ал енді Арман сен көрсет. Ал сен асылзат дыбыста жарай ма? Кеттік ал. Түсіндің ба? Кеттік. 1, 2, 3. Маған неге ұрса бересіңдер? Айока, енді сен көрсет, Арман сен дыбыста. Жарайды. Түсіндің ба? Ал енді түсіндім. Неге маған ала көзбен қарайсың? Жақсы, керемет. Шапақтарыңыз. Мен әкем ұлттық футбол құрамасын біздің үйдің балаларына теңейді. Қалай сонда? Үйде болса, білгенін істейді, сыртқа шықса, жын болып қалады дейді. Керемет теңеу тауыпты. Қазір өзіңді үйдегідей сезін. Неге? Себебі кезек тағы бір ойынға келді. Айока, Арман, мына шарды осы құтыға салымыз керек. Мысалы бұлай. Түсінікті ме? Иә. Жеңген адамға сыйлығымыз бар. Дайынсыңдар ма? Ал сіздер ше, көрермен, кеттік. Осы ойынның жеңімпазы Айока. Достар, міне біздің бағдарламамыз осымен мәресіне келіп жетті. Өзі пысық, өзі тақылдақ, өзі ақылды Айокаға көп рахмет. Балақайды тамашалағанын үшін рахмет. Бүгінгі қонағымыздың алдағы жобаларына сәттілік тілеп шығарып салайық. Қонақта болған Аяна, шапалақтарыңыз.